Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздермен осындай Вупипай цифра тортының рецептімен бөлісетін боламын. Өзімнің сатылымдағы оригинал рецепт бұл. Міндетті түрде жасап сатсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге жұмыртқа, шоколад, сары май, ұн, разрыхитель, шекер керек болады. Ең алдымен сары майымыз бен шоколадымызды микроволновкада ерітіп аламыз. Жұмыртқамыз бен шекерімізді көпіртіп аламыз. Енді үстінен жаңағы еріген шоколадымызды салып араластырамыз. Вупипай торты бұл оригинал рецепт. Мен какао қоспаймын, өйткені кондитерлік дүкендердегі малайзийский какао қосыңыздар сапалы, ал бұлайша дүкендегі какаолар торттың дәмін уже бұзады. Сондықтан ондай сапасы жақсы какао таба алмасаңыздар, қоспай істесеңіздер болады. Қоспасаңыздар пышный болады. Маған өзіме осылай ұнайды, клиенттеріме де осылай ұнайды. Ұнымызды екі бөліп салып аламыз. Тестамыз дайын. Енді мешокқа салып аламыз. Енді санымызды сызып аламыз. Бұл менде дайын трафареттер кондитерлік дүкендерде сатылады. Егер бұндай болмаған жағдайда сіздер А4 параққа өздеріңіз қолдан сызып алып істесеңіздер болады. Нөл санында сызып алайық. Енді мешогымыздағы қамырымызды жағып шығамыз. Мешокпен жаққан өте ыңғайлы, шет-шеті тегіс жайылады. Қызып тұрған печкамызда пісіріп аламыз. Коржымыз дайын. Енді ровно етіп, үстінен трафаретімізді қойып, тегістеп кесіп аламыз.
0 санында осылай үстінен басып кесіп аламыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ыдысымызға творожный сырымызды және шекерімізді салып араластырып аламыз, біркелкі болу үшін. Творожный сыр міндетті түрде холодильникте болу керек. Дүкеннен сатып алғаннан келгеннен кейін кемінде 5-6 сағат холодильникте тұру керек. Жылы күйінде қолдануға болмайды. Енді үстінен сливкимізді құямыз. Сливкиде тоже мұздай болу керек. Жылы сливкимен крем шықпайды. Креміміз дайын. Енді кремді мешокқа құйып алып, осылай шарик етіп жағып шығамыз. Енді үстінен екінші ковштарымызды қойып шығып, тура осы қалыпта кремімізді жағып шығамыз. Кремімізді жағып шықтық. Холодильникке 5-6 сағатқа саламыз. Содан соң барып оформлениямызды жасаймыз. Клиентке жіберер алдында 1 сағат немесе 2 сағат алдын. Бұл менде шоколадный шариктер. Кез келген формада сәндесеңіздер болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Миятаның жапырақтары бұл.